Ертең баласын жұмыс сабағына жіберіп, бала бақшасына жіберіп, үйін жинап. Таңертеңнен кешке дейінгі аналардың білмейтін үй тіршілігі. Үйін жинап, шаң сүрту. Тамақ істеп, одан басқа жұбайын жұмысқа жібереді. Тамағын береді. Я жұмысқа жіберіп, үйін жинап, бар тіршілікті істейді. Бірақ ана ешқашан шаршадым деп айтпайды. Барлығы баласының бақыты, баласының өмірі үшін ана бақыт барлығында жасайды. Енді балалары мектептен келіп, оларға тәтті тамағын дайындап, тәттісі пісіріп, дайындап, оларды күтіп отырады. Ал бір күні ерекше күн келді. 8 наурыз аналар мейрамы. Күйеуі және балалары аналарын қуантуға сыйлықтар алып келеді. Анасы отырғызды, балалары бірі үйін жинап, бірі тамақ пісіріп, бірі шаң сүртіп, аналарының жағдайын жасап, аналарының көңілін көтереді. Аналарымызға бір күн ғана емес, күнде қамқор болып, оларға қолғанат болуымыз керек. Әрбір бала анасына, әкесіне қамқор